Және Қырғызстанда Шүкірхан деген менің сол тұратын квартирамның иесі бар еді, әйел кісі. Күйеуі өте алқаш еді. Күйеуі сондай сигарет шегетін еді, бичок қалдырмайтын, бичок деген нәрсе болады. Даканша шегетті, ол үшін мына ерінің бәрі бишара сарғайып кетеді. Сол дұрыста қатты әйелін ұратын. Ол әйелдің 5 қыз, 1 баласы бар, бірақ 1 қызы жынды. Жас кезінде басын цементпен түсіре жібергенде, оны кейін ешкім айтпаған, содан ауру болып қалған. Сол жынды қызға қарайды. Содан мен әрдайым азанды сағат 5-те тұрамын, сонда жаңағы әйел келеді, Құр'ан алады, Құр'ан оқиды. Оны ана күйеуі шынжырмен де ұра берген, ағашпен де ұра берген, естіп тастаған жаңағы әйел. Бізде баяғы еркегі мықты еркектер болатын оған ғой ол. Ұратын, соғатын, сондай тәлім, тәрбиелер болған ғой. Дін білмеген екен, оның орнына надандық келеді. Содан жаңағы әйелдің үйінде мен 5 жыл тұрған болсам, сол әйел 3,5 пара Құран жаттаған. Жақында Алла рахметін алсын, осы 2 ай алды дүниеден өтті сол кісі. Қараңыз, бұл Құранды үйрену, бұл жасқа қарамайды, бұл махаббатқа қарайды. Кімде кімнің жүрегінде бұл дінге, Құранға болған махаббат болады, ол жатта болады иншалла. Қараңыз, еркек болсын, әйел болсын, Аллах субхану ва таала егер ол шын махаббат қоятын болса, Аллах оған оны нәсіп етеді. Енді уақытым жоқ менің, бала шаға бағамын, анау қылам, мынау қыламын дейміз ғой, бірақ ертең өлім ақиқат, ешкім одан қашып құтыла алмайды. Ертең біз сұралынамыз, осы Құранды жаттадық па, жаттамадық па? Ертең біз сұралынамыз, осы Құранға амал қылдық па, амал қылмадық па? Міне осы жайында сұралынамыз.